Сазы менен елеттірген Еркебай. Көк сарай, көк арайлы көгімедің, куәмін өзің тартқан шеріне маң. Өзіңде хан ордасы тігіліпті, сен биік, мен аласа көрінемін. Өзіңде туылған соң кіндік кесіп, сен десе ақ жаңбырдай төгілемін деп, ақын жырлаған Көксарай елді мекенінде соғыс ардагері және ферма меңгерушісі болған Баймақтың отбасында 1972 жылы Баймақұлы Еркебай өмірге келді. Иә, әрбір өмірге келген адамның туған жері, туған табиғаты оның өнерлі болуы жолында әсер етпей қоймайды. Еркебайдың туған жері Сырдария мен Құмдарияның ортасы. Сырдариядан Тораңғыл тебірентсе, Құмдариядан Сексеуіл сүйсінтеді. Ал тарихқа бойласақ, Көксарайда хан ордасы тігілген. Мұнда туылып, өнерлі болмасқа лажың жоқ. Міне, Еркебайға да Көксарайдың киесі қонып, жаратушымыз сазгерлік өнерін сыйлапты. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар. Әнді сүйсең, менше сүй деп Абай айтқандай, Еркебай жастайынан қазақтың халық әндерін, бертіндегі қазақ композиторларының сазда өндерін жастайынан жанына түйіп, оны сүйіп өсті. Оңашада ой маржанына сүңгіп, қиялын шарықтатты. Әр баланың барған мектебі де маңыздылыққа ие. Мектебі мекен болса, оқытудың озық тәжірибесін қолданса, онда бала да сондалып шығады. Еркебай барған мектепте республикаға даңқы шыққан Мұхтар Әуезов атындағы мектеп еді. Кезінде кемеңгер Кішімат басқарып, одақ көлемінде де танылғаны бар. Осы мектептен тәлім алған Еркебай 10 жылдықты бітірген соң 1995 жылы Қазақ-Түрік университетінің тарих факультетін үздіктер қатарында бітіріп шықты. Әлкімді жігіт ізін суытпай, өз ауылындағы Ергөбек атындағы мектепке тарих пәнінің мұғалімі болып орналасты. Сабақты ине сәтімен десек, мектептегі қарбаласумен қатар Еркебайдың саз өнеріндегі шығармашылығы да өрістей бастады. Еркебай тарихты таңдапты. Тарихты білу, өткен ғасырларды білу, сол ғасырлардағы тіршілік иелері, оның ішіндегі адамдардың өмір сүрудегі оқиғаларына қанығу. Ал білікті ұстаз мұның бәрін меңгерген болатын. Өнер мен тарих бір-біріне етене жақын десек қателеспейміз. Өнерлі адам тарихты тез қабылдайды. Еркебай ағаның ұстаздық жолындағы асуы да айтарлықтай. Республикалық, облыстық, аудандық білім беру ісіндегі олимпиадалық сынақтарда үнемі жүлделі орындардан көрініп отырған. Жаратылыс берген талант ол тасада қалмайды. Көкейге егілген соң мектеп өсіп шығуға әрекеттенеді. Жоғарыда Еркебайдың ән әуенді сүйіп өскенін айтқан болатынбыз. Расында да 1995 жылы Еркебайдың жүрек жарды әні өмірге келді. Оның алғашқы орындаушылары мектептегі талантты әнші оқушылар еді. Соның бірі де бірегейі Төленбаев Дәурен болатын. Біз отырарды ұлылар отанын деп келеміз. Бұған ешкімнің дауы да жоқ. Ендігіде ойланып отырсақ, Әбу Насыр Әл-Фарабиде еске түсірсек, Әл-Фараби адамзат тарихында ең алғашқы болып, музыканың үлкен кітабын жазған екен. Бертін келе, Шәмшінің қазақ елінде ән шамшырағын жаққанын білесіздер. Тілмашсыз әлем тыңдар симфониялар жазған Мың болғыр, Мың жасар Маңғытаевты мақтаныш етеміз. Бағы жанған Омаров та өзінің сазгерлігін мойындатып үлгерді. Ал Еркебай Көшербаев та осы айтушылардың жалғасы бетті. Я, жалғасы. Өйткені Еркебайдың күні бүгінге дейін жазған 100 әні бар. Ал бұл әндерді орындаушылар еліміздің таңдаулы да танымал әншілері болып тізбектеледі. Олар Құрман Шойынбаев, Нұрлан Өнербаев, Еркін Шүкімән, Фариза Құрманбек, Мақсат Айтжан, Дәурен Әбуов болып жалғасын табады. Сазгер поэзияға да зер салып ақындарды да таңдай алған. Еркебайдың көңілінен шығып ән жазуына себепші болған ақындарды да айтып өткен орындақ. Олар Қадыр Мырзалы, Мұқағали Мақатаев, Фариза Оңғарсынова, Әселхан Қалыбекова, Исраил Сапарбай,
Маралтай Райымбекұлы, Қабылбек Төретайұлы, Ғалым Жайлыбай, Қалқаман Сарин, Алтынай Қошаманова, Нұрғали Сердалиев. Өздеріңіз аңғырғандай, Еркебайдың талғам таразысына да тәнтіміз. Жалпы алғанда, Еркебайдың шығармашылығы туған жеріне, сүйікті отанына, танымал тұлғаларға, табиғат пен мәңгілік махаббатқа арналады.